Сіз анаңызға хабарласып, хал-жағдайын сұрадыңыз ба? Анаға әр баланың өзінің орны бөлек болады. Алладан баласының тілеуін тілеп, амандығын сұрап отырады. Анашым менің ардағым, анашым менің жәннатым. Күміс Шатанбай қызына арнадым. Дүниеде ана махаббатынан қасиетті нәрсе жоқ. Ананың алақаны біз үшін ең жылы ұя. Ананың жаны сондай нәп-нәзік, мейірімді жан ғой. Түн ұйқысын төрт бөліп, шырылдасаң уатып, әлпештеп, жырын айтып, тісің шыққанша аузыңа тамақ салып, киіміңді тазалап, дәмді ас ішкізіп, мәпелейді, еркелетеді. Қанатыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, өсіріп бағады. Мен анама қанша алғыс айтсам да, өмір бойы анама қарыздармын. Себебі ол мені 9 ай, 9 күнде жүрегінің астында аман сақтап, жарық мына керемет өмірді сыйлады. Сізге ешкім тең келмейді бұл өмірде. Анашым, қамқошымсың мәпелеген, бір өзіңсің бойыма қуат берер, әрдайым тек алдыға жетелеген. Бесікке бөледің сен жырыңды айтып, ұйқысыз өткіздің ғой түндеріңді. Анашым, алтынымсың, бағасы жоқ, ризамын, сыйладың сен осы өмірді. Шексіз менің саған деген алғысым, себебі сен ақылшымсың, данасың. Өмір бойы қарыздармын мен саған, мейірімді ақкөңіл жан анашым, деп жырлаймын. Біз анамыздың бір бөлшегіміз ғой, сондықтан да ол біздің қуанғанымызды, ренжігенімізді сезіп отырады. Анаңды Меккеге 3 рет арқалап апарсаң да қарызыңды өтей алмайсың. Өйткені сыйлау бәрімізге міндет. Ал анаңды сыйлау ол өмірлік парызың. Мен анам жайлы айтсам, ол кісі өте мейірімді, ақкөңіл жан. Анам менің жаратушым. Қашан ер жетіп, өзіңмен болып кеткенше жаныңды сақтаушы. Мейлі, бір затты қате жасап, бүлдірсең де, саған ұрысқанымен сені жаман болсын демейді. Дұрыс жолға түссін, қатесін түзесін дейді. Қанша анаңды ренжітсең де, баласын кім жек көрсін. Бәр қылығыңды кешіреді-ау. Сен үшін жанын шүберекке түйеді. Сенің болашағыңнан үлкен үміт күтеді. Анашым менің. Сәби кезімнен өз қолыңызбен төсегіме жатқыздыңыз. Қараңғыдан қорқып, жылаған кезімде қасымнан табылдыңыз. Мен үшін бәріне даярсыз анашым. Жығылсам тұрғызып, жыласам жұбатып, сабағымды оқуға көмектестіңіз. Әр жылда туған күнімді атап өткізіп, көңілімді таптыңыз. Сізге деген алғысым шексіз ғой менің. Сізді ренжітпеуге, жақсы перзент болуға, көңіліңізге қаяу түсірмеуге тырысамын. Ана деген сөз әріптен құралса да, мағынасы түпсіз тереңде жатыр. Дүниеде ана деген сөзге ештеңе жетпейді ғой. Әлемнің қаншама сөзі 3 әріпті ана деген сөздің орнын баса алмастыра алмайды. Ана деген сөз құлаққа да, жаныңа да жағымды сөз ғой бұл. Бір керемет сиқырлы сөз деп те айтар едім. Рахмет анашым, маған осы өмірді сыйлағаныңыз үшін көп рахмет. Айта бергім келеді. Ана деген сөзді есту, оны іштей қайталау, сыртқа шығарып айту керемет сөзім. Өйткені сол тіршілік иесінің арқасында сіз қазір осы шығарманы, видеомды көріп отырсыз. Сіз барсыз, сіз тірісіз, дүниеге келдіңіз. Әлемдегі ең сұлу және ең керемет атау ана. Оның қадірі мен қасиетін түсініп біту мүмкін емес.
Өйткені түн ұйқысын 4 бөліп, сіз үшін өлілгенше жанын беретін ананың балаға деген махаббаты мәңгілік, шексіз. Алғаш көзіңді ашқан кезде бауырына басып, балам деп, ананың әлдейі бүтінін беріп, жартысын алған барын беріп, жағына қанағат танытқан анаң. Жұмақтың кілті ананың табанының астында деген сөздің мәні. Ашу үшін анаңызды Меккеге 3 рет апару аздық етеді. Бір тағдырдың дүниеге әкеліп, бағып-қағып өсіру жауапкершіліктің үлкені, өзінің ғана емес, сөздің де алдыңыздағы борышын атқарған анаға құрметсіздік жасау келсе, тек хайуанның қолынан келер. Оның өзін де, төлін де сүймейтін хайуан да жоқ. Әкеңіздің қабағын бағып, үйдің берекесі болып отырған ананың адамзат үшін алаңдап отыратыны тағы да бар. Олар үйдің ғана емес, түздің де адамы. Қандай жұмыс болса да, қандай қиындық болса да көтеруге дайын. Өйткені олардың жанын, нәзік жүрегін берік етіп жаратқан. Ана екеу емес, біреу ғана, ал жалғыз дүниенің екінші рет қайтып келмейтінін, біреудің бірнешеу болмайтынын түсінсеңіз, жақсылық жасаңыз. Көз жасын күлкіге, мұңын қуанышқа жабырқаса, жұбатып, сағынса қасынан табылыңыз. Ол міндетіңіз. Ана бір қолымен әлемді, бір қолымен бесікті тербетуші, жер бетіндегі ең қасиетті адам. Оның алақаны тікеннің өзін жұмсартып, асаудың өзін жуастырар құдіретке ие. Жүрегінің кеңдігі сондай, өз баласына ғана емес, әлемнің баласына орын бар. Өйткені ана мен бала бір-бірі үшін жаратылған. Осы орайда ән шумағымен жеткізсем деп отырмын. Нұрлан Өнербаев ағамыздың орындауындағы «Анашым» деген әнін орындауға рұқсат етіңіздер. Шет жүрсем сағынарым, жабықсам шағынарым, анашым бір өзіңсің табынарым. Анашым шалқып көлсең, алдымда ұзақ жүрсең, жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Ұшырған соң қарыңнан, құяға шырқарыңмын, бәйгеге өзің қосқан тұлпарыңмын. Анашым шалқып көлсең, алдымда ұзақ жүрсең, жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Айта бергім келеді, айта бергім. Ана ғажайып бір әлем. Ана керемет. Ана құрсағында жатқанда сенің жынысыңды біліп, саған қуана-қуана әдемі киімдер тігіп, дайындап күтеді. Тағы да өлең жолымен толықтырғым келіп отыр.
Мағжан Жұмабаев. Ана. Үйдің іші ұйқыда, түн ортасы шамасы, көзін алмай бесіктен, бөбек жатыр албырап, бесікте бөбек ауру, тербетіп отыр анасы. Үнсіз меңіреу ұзын түн, жел азынап тұр есіктен. Шүкейіп ана отыр, жүрегіне біреу біз, сұғып алып кеткендей. Үнсіз меңіреу ұзын түн, шөккен қара бір нардай, сарғайып ана сарылып, демегіп қызып қысылып. Ауық-ауық селк етеді, әлденеден шошып. Селк етсе бөбек ананың өзіне ажал жеткендей. Шөкейіп отыр дем алмай, таң алдында қара бұлт. Көңіреніп көкті жабады, бөбегінің бетіне. Ананың жасы тамады. Достар, осыменен менің видеом аяқталды. Мен сіздермен қоштаспаймын, әлі де пайдалы, қызықты видеолармен бөлісетін боламын. Менің каналыма жазылып, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып, пікір қалдырып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.